Ғылыми негізделген әрі таңғалдыратын. Факт. Адам қайтыс болғаннан кейін де оның кейбір дене бөліктері бірнеше сағат бойы тірі болып қала береді. Мысалы, адам өлген соң шаш пен тырнақ өсіп жатқандай көрінеді. Шын мәнінде бұл шын өсім емес, денедегі тері құрғап, тартылғаннан кейін тырнақ пен шаш ұзынырақ болып көрінеді. Бірақ бұл өз алдына қызық. Тағы да таңғаларлық, өлімнен кейін бірнеше сағат бойы кейбір дене жасушалары, әсіресе тері мен ішкі ағзаларда тіршілігін жалғастыра береді. Кейбір жасушалар тіпті бірнеше күннен кейін ғана өледі. Ғалымдар мұны өлімнен кейінгі гендік белсенділік деп атайды. Яғни кейбір гендер өлімнен кейін де уақытша жұмыс істеп жатады. Бұл адам ағзасының шекарасы қай жерде аяқталатынын нақты айту өте қиын екенін дәлелдейді.